Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Қарлығаш Сәрсенбайқызы, Мұнайлы ауданы 1-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімімін. Біз бүгін қазақ тілі пәнінен қоршаған орта бөлімінің 109-шы сабағы дара және күрделі етістік тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың оқу мақсаты дара және күрделі зат есім, сын есім, сан есім, етістіктерді анықтау. Мұғалімнің көмегімен оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жоспар құру және тірек сөздерді пайдалана отырып шағын мазмұндама жазу. Бағалау критерийлері: дара және күрделі зат есім, сын есім, сан есім, етістікті анықтай алады, сөз таптарын ажырата алады. Мұғалімнің көмегімен жеке суреттер арқылы шағын сипаттау, әңгімелеу мәтіндерін құрап жаза алады. Көрікті және әдемі жазады. Ендеше балалар, дәптерімізді ашып, 13 сәуір дара және күрделі етістік тақырыбын бастаймыз. Балалар, біз сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыптағы ережені және жаңа тақырыптағы ереже бойынша мына видеороликті қараңыздар. Дана, саған не болған? Неге көңілсізсің? Күз келді. Енді күн суытады, жаңбыр жауады. Мен енді жаздағыдай далада ойнай алмайтын болдым. Сол да сөз бе екен? Күз нағыз еңбектің уақыты, қуанышты кез емес пе? Сен күздің әуенін естігің келе ме? Қандай әуен? Шынымен ештеңе естімей тұрсың ба? Жоқ, ештеңе де. Естіп тұрмын. Бұл күздің әуені емес. Біздің ауладағы дыбыстар ғой. Қане, не естіп тұрсың? Сауысқан шықылықтап жүр. Иә, сауысқан шықылықтай. Анау жақта торғайлар шырылдап тұр. Иә, торғайлар шырылдайды. Жеңіл көліктер кетіп бара жатыр. Солардың дауыстары естіледі. Сыпырғының дауысы естіледі. Анау ағай көшені сыпырып жүр екен. Торбадан алма түсіп қалды. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап. Кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Енді күзгі әуенді естідің бе? Иә, естіп тұрмын. Сен жаңа ауладағы әрекетті баяндағанда етістіктерді қолдандың. Иә, мен етістікті білем. Олар қимыл, іс-әрекетті білдіретін сөздер. Етістікке не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Иә, дұрыс айтасың. Дана, есіңде болсын. Шықылықтайды, кетті, сыпырады деген сияқты бір сөзден тұратын етістіктерді дара етістік, шықылықтап жүр, кетіп бара жатыр, сыпырып жүр деген сияқты екі немесе одан да көп сөзден құралған етістіктерді күрделі етістік деп атайды. Неге үріп жатыр күрделі етістік? Қайталайық. Дара және күрделі етістік. Етістік дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара етістіктер бір сөзден тұрады, ал күрделі етістіктер екі немесе одан да көп сөзден құралады. Мысалы, түсіп қалды, түсті, домалап кетті, домалады, сыпырып жүр екен, сыпырады.
Жарайсыздар балалар, ережелер түсінікті болса, ендеше жаттығу орындап бастайық. 20-шы жаттығу. 20-шы жаттығуда мысалды оқып, ары қарай не болатынын болжа дейді. Ендеше бірге оқиық. Мысалымыздың тақырыбы құмырсқа мен шегіртке. Кішкентай құмырсқа нанның қиқымын алып келе жатып, байқаусызда шұңқырға түсіп кетеді. Мұны көрген шегіртке мазақтап күледі. Осы кезде оны әрі қарай өз болжамдарыңызбен жалғастырып, маған аудиозаписпен жібере қойыңыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы. Балалар, бұл тапсырманы ауызша маған аудиозаписпен жібересіздер, және де мәтінді ары қарай жалғастырып болғаннан кейін мәтіндегі қарамен берілген сөздерді дара етістік және күрделі етістік екен, қайсысы күрделі етістік екенін анықтап, дәптерге жазасыздар. Келесі 21-ші жаттығу. 21-ші жаттығуда өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Яғни дәптерімізге 21-ші жаттығу деп көркемдеп, қатесіз өлеңді көшіріп жазып алғаннан кейін өлеңнің ішіндегі етістіктерді табамыз және дара күрделі екенін ажыратып үстіне жазамыз. Балалар, етістікті тапқаннан кейін етістіктің астын сызамыз және дара күрделі етістік деген сөздерді сол сөздің үстіне жазып қойыңыздар. 20-ші жаттығу. Дара етістікті күрделі етістікке айналдырып жаз. Мысал келтірейін, балалар. Өсті, дара етістік. Өсіп жатыр, күрделі етістік. Басқа сөздерді осылай күрделі етістіктерге айналдырып жазыңыздар. Үй жұмысы, балалар. Үй жұмысына біздің бүгінгі өткен тақырыбымыздағы дара және күрделі етістіктің ережесін жаттау және 24-ші жаттығудағы ребусты шешуіндегі етістікті қатыстырып, бір сөйлем құрап жаз дейді. Балалар, ребусты шешкеннен кейін сөйлем құрап жазуды ұмытып кетпеңіздер.